Жаңа жыл қарсаңында өрттің алдын алу шаралары мақсатында өрт қауіпсіздігіне салғырт қараған пиротехникаларды сақтау талаптарын дұрыс қолданбаған кәсіпкерлерден 7876 пиротехника бұйымдары тәркіленді. 20 желтоқсаннан бастап жүргізілген 48 рейд төтенше жағдайлар департаменті мен ішкі істер органының қызметкерлерімен жүзеге асырылған болатын. Маңғыстау облыстық төтенше жағдайлар департаменті бастығының орынбасары Нұрлан Жаңабаевтың айтуынша, тексеру жұмыстары жыл сайын жүргізілетін болса да, заңсыз алып-сатарлық қауіпсіздік шараларын дұрыс сақтамау әлде тыйылар емес. Төтенше жағдай өкілдері жалпы қала бойынша жаңа жыл түнінде өрт қауіпсіздігі шараларын сақтау мақсатында салюттарды жел жағдайында және ғимарат пен ағаштардың астында қолданбауға, пиротехникалық өнімдерді электр қуаттылығы бар бұйымдардың қасында сақтамауға, үйдегі шырша шамдарын ақау байқалған бойда дереу тоқ көзінен ажыратуға кеңес берді. Тәулік бойы кезекшілік пен жедел топтар құрылды. Жаңа жылдық іс-шаралар өткізілетін орындарда офицерлік құрамның кезекшілігі ұйымдастырылады. Іс-шараларды өткізу кезінде үй-жайларда пиротехникалық бұйымдарды ашық отты қолдана отырып арнайы эффекттерді пайдалануға тыйым салу жөнінде шаралар қабылданды. Мерекелік іс-шараларға жұмылдырылған объектілердің жедел жоспарлары мен өрт сөндіру карточкаларына түзетулер енгізілді. Департамент по чрезвычайным ситуациям области продолжает проводить агитационную работу среди населения и организаций по соблюдению требований пожарной безопасности, уделяя особое внимание вопросам безопасной эксплуатации пиротехнических изделий. С 20 декабря ДЧС совместно с органами внутренних дел изъял 7876 единиц пиротехнических изделий. Со своей стороны Департамент по чрезвычайным ситуациям предупреждает жителей области о соблюдении базовых мер безопасности, для чего выпущена специальная брошюра-памятка. Для жителей это одно из главных требований во время новогодних праздников. Должны остерегаться некачественной пиротехники. Тәулік бойы кезекшілік пен жедел топтар құрылды. Созданы круглосуточные оперативные группы дежурством, организовано дежурство офицерского состава в местах проведения мероприятий, в учебных объектах, приняты меры по запрещению использования в помещениях при проведении мероприятий пиротехнических изделий, спецэффектов и применения открытого огня. Приведены в готовность личный состав и техника профессиональных аварийно-спасательных работ департамента. Совместно с местной полицейской службой области в преддверии Нового года проведены 48 рейдов по местам хранения и реализации пиротехнической продукции с целью выявления несанкционированной торговли, не отвечающей требованиям пожарной безопасности.